ассалаумағалейкум достар, қалайсыңыз? Мен Фубадияс. Біздің қалай әдемі превью жасауға болатынын айтатын боламыз. Видео лайк басқа кеп жазылып кетейік. Жазылмаған болсаң жазылып кет. 3 пачка өте аз қалды. Ең алдымен бакарут ережеге кіреміз және өз фон және осындай күннің фотосын Google-дан тауып аласыздар. Так, не болып кетті мынау? Так, бүйтіп салайын. Так, не болып кетті? Ё-моё. Мә, құрсын не болды мынау? Сақтап аламыз, короче. Ой, дурацкая реклама. Кетші бар, ё-моё. Так, в общем, шығамыз. Бакарут ережеге қайта кіреміз. Енді бана затты қайттан көрейік, достар. Так, все. Так, неге загрузка көп болып кетті уақыты. Опа, кірдік. Удалите фонды басамыз және бағана күнді басамыз. И ладно, удалить етеміз. Артқа шығамыз. И пискартқа кіреміз. Пискарт деген приложениені, в общем, неден тауып аласыңдар, Play Market'тен. Достар, бұны әдем превью жасау үшін Minecraft үшін бізге SkinSet керек. Тағы да Snapset және пискарт және де бакарут ереже. Тақырыпқа оралайық. Пискартқа кіреміз, достар. Так, в общем, пискартқа қайттан кіреміз. Так, плюсикті басамыз, розовый болып тұрған. Так, потом болған соң blank деген сөзді басамыз. Blank деген сөзді бастық. Енді загрузканы күтеміз, какой-то көкімбек. И тулсты басамыз. Кропты басамыз. 16x9 қоямыз. И фитті басамыз. Және де түсін ауыстырамыз бағана ең соңына қойып. Және түсін дейтін көк түстес қыламыз. Көк түстес. Так, көк түс қайда, ё-моё. Бұл емес. Так, қай көк? Оу, мына көк әдем болатын сияқты да. Так, ладно, осы көкті енді жайлап қоятын боламыз. Вау, неткен әдемі фон болды. Енді біз дейтін өзіміздің ат фотомыз кіреміз. И ішінен бұлған SkinSet деген программа керек болады. Ол міне. Так, короче, өзіміздің затымызды аламыз. Мен осыны алам. И дәл осыны үлкейтіп, осы бұрышқа қойып қоятын болам. Вау, достар, қараңыздар, қандай әдемі деп тұра қалды, достар. Енді барып, ат-файттан фотоға кіреміз. Және өзіміздің любой әдем болып тұрған превьюді аламыз. Мен мысалы осы превьюді алам да, осылай қойып жіберем. Осындай видео түсірсеңіздер, қалай әдемі превью жасаймыз дегендей видео түсірсеңіздер, осылай істейсіздер. Достар, в общем, міне, енді бізге Reance Phrase дегеннен эффект табу керек. И бұлар тегін, бұл вообще кайф, достар. Мұнан қараңыздар, өте әдем болатын сияқты. Так, мына жерге қойсам, вау, достар, қараңыздар. Көріңіздер ме, бұл өте керемет эффект. Так, мына жерге қойсам, так, жоқ, басқасын іздеп көрейік. Так, қайсысын іздесем болады? Так, мынау ше. Так, мынаны қалай қоям? Так, не жақындап кетті, ё-моё. Так, мынаға қойын. Бычыт болып кетті ғой мынау. Бычыт болып кетті. Өшір. Так, өшір. Так, өшір. Ё-моё, өшпеді. Так, қайсыт? Мына. Өшті. Мына жерге қойайын. Так, басқа түрін табайықшы, достар. Тағы басқа түр қандай бар екен. Так, іздейміз. Так. Міне мұнаны қойық. Дәл осы қай жерге қойсам болды. Так, осы жерге қойын. Әбәден болып тұра қалды. Үлкейтейік. Так, болмаса астына түсірейік. Вау. Осы жерге қойық. Осындай әдем болып тұрсын. Так. Енді қайттан Lens Phrase'ді басамыз эффектілерді. И осындай көкімбек әбәден болып тұрген. Дәйте осыны қойық, давайте деген. Так, ойыны қаты жарық болып кетті. Так, астыға қойық. Астыға емес, үстіге емес. Так, бұяқа емес. Так, осы жерге қоямыз. Вау, қандай әдемі болды. Енді бізге текст жазу керек. Так, текст қайда? Міне. Тексті айтып отқан жасындар. Тексті жаза алмайсыңдар. Қалай превью жасайды десеңіздер, ол өте біртүрлі болып жазылады. Қазір мен сіздерге көрсетем. Так, ең алдымен жазамыз. Так, қалай
әдемі. Так, жоқ, өзіміз любой текст жазасыз. Мысалы, қалай, жоқ, үлкен әріппен қалай әдемі превью жасайды. Превью жасайды. Премьер деңіз. Превью жасайды. Деп жазамыз. Все, енді көк түске айналдырамыз. Все, міне, вау, неткен жоқ, мынандай осындай емес. Андай, осы әдемірек. Так, вот, енді бізге дейтін color дегенді басамыз. Жоқ, stroke'ты басамыз. Сосын ақ түске бояймыз. Вау, міне. Что там, достар, қараңыздар, осындай превью шықты. Ну, міне қалай әдемі превью жасайды. Я, в общем, міне. Біздің превьюіміз осындай болды. Так, жоқ. Енді сіздер айтқан жатсыңдар, жоқ, бұл дұрыс емес, достар. Қазірге мен кереметтеп приложение айтатын боламын. Текст бәрі, детал бәріне ол приложениенің аты Snapseed, достар. Snapseed бет, короче, сондай. В общем, соны сендер бірінші, так, қазір шығайын. Так, қайдет, опа, шығамыз. Енді, в общем, фотосуретке кіреміз. И сіздердің осы жерден сақталып тұрады. Не бак болып қалды ма? Так, қайттан давай, қайттан бас көрейін, так. Так, қайттан бас көрейін, так, жоқ, әлі де сақталмаған. Так, түсінбедім, неге? Так, кәні тағы Так, жоқ, сақталмаған. Ё-мо, жоқ қой. Так, қайттан дейтін кіріп көрейін, бескартқа. И бізде что за реклама шығып кетті ғой, X-ті бас шығамыз. Так, шық, болшы, шықсай. Шық. Так, опа, шық. Так, опа, не шығып кетті? Close'ді басамыз. Так, артқа шығып көрейік, Енді галереяны көрейік, кәне. Мүмкін жетілген шығар. Так. О, міне. Түсті, достар, галереяға дәл осылай түсті сіздердікі де. Вау, қараңыздар, неткен әдемі превью, достар. Маған өзіме ұнап қалды бұл превью. Енді Snapseed деп неге жазамыз? Міне, Play Marketке и орнату деген кнопканы басамыз. И бұны тез күтесіздер, себебі 1 секундта, немесе 1 секундта. Енді 20 секундтың ішінде скачать етіледі, немесе 30 секундтың ішінде. Ал енді скачать етілгенде сіздермен, короче, так айтқанда, в общем, 0% қараңыздар. И сразу 4%, и сразу 9% болып кетеді, қараңыздар, 9%, и 11%, и 15%, и 18%, и болды, достар. Snapseedті енді скачать етеміз, и енді ішіне кіреміз, плюсикті басамыз. Енді вообще бұған регистрация етпейсің, рахат, рұқсат беруді басасың, кіресің, осында любой фотоңды қоясың. Бағана мен фотоны қойын. Так, мұнда тіпті эффекттерді бар екен. Дайте мен поп дегенге қойып көрейін. Так, вау, қандай әдемі. Мен куррентке қоям. Или попқа қойын ба? Куррентке қойын ба, попқа қойын? Жоқ, куррентте тұра берсін, обычный, да? Так, обычный тұра берсін. Так, енді текст деген қайда? Опа, текстті басамыз. И так, жазамыз. Так, үстін басамыз, достар, и жазамыз. Так, мысалы, мен бағана сөз жазамын. Қалай әдемі превью жасайды деп қайттан жазамын. Так, опа, превью жасайды. Так, опа. Так, өстіп, все. Ема, неге шықты, ема. Қайттан жазып көрейін. Так, қадеп көрейіншкан. Қалай деп жазып көрейін. Опа. Еміне шығып тұр ғой. Бәрі өшіліп кеткеніз. Қайттан жазатын болма, ладно. Қалай әдемі превью жасайды. Так, жасайды деймді. 2-1 сұрақ берге қоям, сұрақ берге. И міне. В общем, міне түсті ауыстыруға болады. Так, мен көк түске қойын. Так, опа, көк түс, ой, жоқ. Осы түске. Жоқ, ой, бычыт қылып жүрмін. Вот, осыған қоямыз. Так, енді. Так, лайн деген, опа, қараңдар. Не деген бычыттар, достар. Так, жаңа пискар жақсы ма дедім ғой, достар. Мыналар жабық тұрғанда бұлар қойылмайды. Не көп, достар. Қайсысын қойған дұрыс? Так. Так, в общем, мынаны бар. Так.
Так, в общем, мынаны барайын. Не болып кетті? Так, не болып кетті? Не келе берді? Так, в общем, мынандай түрлері бар, көрдіңіздер. Ё-моё, не деген бір түрлі болып кетті осы, короче айтқанда. Так, иә достар, в общем, стел дейді ма, бірдеңе дейді. Қалай әдемі біреусі. Так, мына жерге қойып көрейін. Дәл осы жерге бұл жерде дейтін вообще әдемі емес, қараңдар, вообще түк әдемілігі жоқ болып тұр. Онда дейтін андай қоямын да. Типа сұрақ қойып тұр да, қалай әдемі превью жасайды деп өйстіп қойсам ше. Жалпы норм, бірақ короче жоқ, болмайды. Мына текстте бағана пичкарттікі жақсырақ достар. И детальсқа қайттан кіріп көрейік, не бар екен. Қайда кетіп қалды детальс деген. Міне тұр ғой. Просто так. Опа, детальс деген не мынау? Структура дей ма, не болып кетті? Шеппинг дей ма, не шығып кетті? Так, құрсын шығайық одан да қайттан пичкартқа оралайық. Так, опана. Так, қайттан бізде реклама. Ё-моё, кетшай реклама. Так, құрышы. Все, өткізіп жібереміз. И сразу бағанағы текст деген бізде тұрып қалыпты. Енді бағана сөзді қайттан жазайық. Қалай әдемі превью жасайды. Превью жасайды. Опа. Все, енді түсін жасайдық та бір сұрақ белгі қойықты. И осыған бойымыз. И мән не болып кетті? Опа, рекламаны өткізіп жібердім. Енді строкты басамыз қайттан. Қайттан 71-ге қоямыз. И міне өстеміз де. Дәу қыламызды астына қоямыз. Достар. Неткен әдемі достар. Қандаш? Или былай қойын ба, или былай қойын ба. Тағы да басқа заттар бар екен. Так, ойбай, не бычыт болып кетті мынау, ё-моё. Стелсқа кіріп көрейік. Так, ё-моё, не болып кетті? Бычыт қылып алдым ғой, ё-моё. Так, қайсына қойып едім? Так, қайсына қойып едім? Так, қайсына қойдым? Оп, так, міне, қалпына келді. Енді фронт сис, үлкейіп жүргені сей. Так, қайттан осылай қойып қойын. Так, өте өйтейін. Кішкене, опана. Все. Так, қайттан қоямыз. Так. Вау, міне енді оны скачать етеміз. И сіздерде де дәл осылай Save to Gallery деп тұрады. Сіздің фотоңыз галереяда дейді, түседі сіздің фотосының. Кәне тексеріп жіберейік. Так, опа, міне. Қалай әдемі превью жасайды. Все, болды. Неткен әдемі достар, қараңыздаршы. Қалай әдемі превью жасайды дейдімді, болды. Енді қорытындыға кеттік. Өшім достар, сіздермен болғанмен солай дәс. Егер осы видеоны лайк басқан тіркеп анаңызды кетейік. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдам. Тезірек үш подписчикке жеткіздік. Сіздермен болғанмен солай дәс. Тағы да 2 рет айтсаң да. 2 рет деп короче 3 рет па. Сіздерге айтарым, лайк басқан тіркеп анаңызды тезірек үш подписчикке жеткіздік. Сіздермен болғанмен деп тағы 2 рет айтсаңыз. Пока-пока. Чао.